Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен білім, ғылым және бизнес арнасы. Кәсіпкерлік деген не? Оның экономикаға қандай әсері бар? Кәсіпкерлік әлемді қалай өзгертеді? Осы және өзге де сұрақтарға дәл осы видеодан жауап табатын боласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Кәсіпкерлік адам баласына белгілі ең қуатты экономикалық күш. Ғасырлар тоғысындағы 30 жылда қиялымызды жаулап алған кәсіпкерлік революция құбылысы қазір бизнес ойлау мен жоспарлаудың сан түрлі саласын қамтитын жаңа ғылымға айналды. Осы 10 жылдықтарда Walmarттан Сэм Уолтон, FedEx'тен Фред Смит, Microsoft'тан Билл Гейтс, Southwest Airlines'тен Херб Келлахер, Apple'дан Стив Джобс, Intel'дан Энди Гроув, Google'дан Ларри Пейдж бен Сергей Брин және Facebook'тен Марк Цукерберг секілді адамдардың тәуекелге бел буып, кәсіпкерлік инновацияға баруы ешкімнің ойына келмеген экономикалық дамуға жетеледі. Бүгінгі таңда біз зор технологиялық жаңалықтарға қол жеткізген Google, Amazon, Facebook, Twitter және LinkedIn сынды жеке венчур компаниялардың орасан ықпалын байқап отырмыз. 21 ғасырдың екінші 10 жылдығы аяқталып келеді. Біз қазір бұрынғыдан өзгеше, ал кейде әлде қайда күрделі мәселелермен, соның ішінде жасыл технологияларға өту талабымен, әлеуметтік кәсіпкерлікпен, тұрақсыздықпен, денсаулық сақтау саласындағы және технологиялардағы түбегейлі өзгерістермен бетпе-бет келудеміз. Кәсіпкерлік талпыныс пен жасампаздық осы мәселелерді шешуге мүмкіндік береді деген үміт зор. Шығармашылық идеялардың коммерциялық қуаты зор кәсіпкерлікке айналуы қазіргі заманға әлемдік экономикадағы басты күш болып қала береді. Табысты кәсіпкерлік сәттілік пен ақшаға ғана тәуелді емес, бұл тәуекелге бел буу мен мұқият жоспарлауды қажет ететін шығармашылық процесс. Кәсіпкерлік жайлы берген ақпаратымыз сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және алдағы уақытта біздің арнамызда шығатын кәсіпкерлікке байланысты ғаламат ақпараттармен бірінші танысу үшін каналымызға жазыла кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған білім, ғылым және бизнес каналы.